Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті Сұрапыл Гол арнасының Сұрапыл көрермендері. Өздеріңізбен бірге әдеттегідей мен Ермахан. Енді жалпы кішігірім өздеріңізбен кешегі Қайрат пен Интер арасындағы Чемпиондар Лигасындағы ойынға байланысты сол ойынды көріп, қандай ой түйдім, өзімнің кішігірім ойыммен бөліскелі жатырмын. Баршаңызға жақсы енді ойын сыйлады деп ойлаймын. Кеше Қайрат футбол клубы ойын есебі 2-1 есебімен біз өкінішке орай жеңіліске ұшырадық. Бірақ ойын Италияда Сан-Сиро алаңында болған есепке алатын болсақ, нәтиже жаман емес деп ойлаймын. Енді ойын барысында бірінші номермен Интер футбол клубы ойнады, керемет шабуылдар жасады. Біздің қаһарманымыз Темірлан Анарбеков қақпашы өте керемет сейвтер жасап, тойтарыс берді оларға. Енді Темірлан Анарбеков жалпы өзінің деңгейі бір бөлек екенін көрсетті деп ойлаймын, жеке өз басым. Сондықтан да Қазақстан ұлттық құрамасының нөмірі 1 қақпашысы болуға әбден лайық деп есептеймін. Жалпы Темірлан Анарбеков кешегі ойында 6 сейв, яғни қарсылас командасының соққысын қайтарды 6 рет, нақты қақпаға бағытталған соққыларды, және де өзінің позициясын дұрыс ұстады деп ойлаймын. Және де кеше енді Офри Арат деген біздің Қайрат футбол клубының ойыншысы керемет стандарт кезінде гол соқты, паспен гол соғып, ойынды 1-1 есебімен жалпы Қазақстан Қайрат футбол клубының жанкүйерлерін төбесін көкке жеткізгендей болды деп ойлаймын. Өйткені Сан-Сирода гол салу ол қандай бір футбол клубқа болмасын оңай емес. Италиялық футбол білесіздер, қорғанысқа жатып ойнайды, қорғанысқа мығым, сондай болғандықтан әрине біз гол салдық, өте қуанышты жайт. Бірақ бірінші Лаутаро Мартинестен гол жіберіп алғанымыз бар. Әрине оның өзін қиын, аса бір еңбекпен салды аргентиналық шабуылшы. Дегенмен де енді Лаутаро Мартинес өзін бір жыл ғана емес, бірнеше жылдан бері өзінің жақсы шабуылшы екенін дәлелдеп келе жатыр. Сондықтан да ол голы енді біз қақпамызға өткізіп алдық голын. Өкінішті, бірақ дегенмен де болады. Футбол болғаннан кейін ол гол салады олар. Жалпы айтқым келіп жатқаны, 1-1 есебімен 55-ші минутта біздің Офри Арат ойыншы гол салғаннан кейін ойын жандана түсті. Дегенмен де 67-ші минутта бразилиялық ойыншы Карлос Аугусто желетіп соққы бағыттап біздің қақпамызға алыс бұрышты көздеді. Сонымен гол кіріп, бізге жалпы 2-1 есебімен ойын аяқталды. Енді Темірлан Анарбеков осы жалпы УЕФА-ның керемет былай сайттарында, әлеуметтік желілерінде сондай бір жақсы рилстарға ілініп жатыр. Оның өзі бекер емес, ол тегін емес. Ол болашақта Италияның клубтарында болмаса бір Европаның топ-5 лиганың, яғни ағылшындар, Испания, Италия, Франция, Германия сынды елдердің топ клубтарында болашақта өнер көрсетіп жатса, таңғалатын дүние емес деп ойлаймын. Өйткені ол керемет ойын көрсетті. Темірлан Анарбеков көрсетіп келе жатыр да, сондықтан да өте болашағына сәттілік тілейміз. Жалпы бір нәрсе айтқым келеді. Қайрат футбол клубы 2-ші номермен, яғни орысша айтқанда от соперника дейді ғой, 2-ші номермен жақсы ойнайды екен. Және де сырт алаңда Қайрат футбол клубына қысым аз болғандықтан ба, өздерін ойында еркін сезініп, ойыншылар өз ойынын көрсете алады екен. Соған көзім жеткендей болды. Алдағы ойында біз Копенгагенмен ойнаймыз. Қателеспесем 26 қараша күні. Копенгаген ол Данияның чемпиондары, сондықтан да ол керемет ойын болады. Ол ойында сәттілік тілейміз. Енді кезекті басқа ойындарға беретін болсақ, жалпы кеше маған ұнаған ойын ол Кипрлық Пафос пен Испанияның Вильяреал командасының арасындағы ойын. Вильяреал командасы өкінішке орай жеңіліске ұшырады. Өздеріңіз елестетіп көріңіздерші. 2014 жылы құрылған Кипр елінің Пафос клубы бір ғасырға жуық уақыт бұрын құрылған Испанияның белді клубтарының бірі Вильяреалды тізе бүктірді. Әрине өз алаңында енді керемет ойнады деп айта алмаспын, бірақ сонда нәтиже остается в тарихе демекші. Нәтиже тарихта қалады. 1-0 есебімен Вильяреал командасы Пафос клубына жеңіліске ұшырап, кішігірім
сенсация болып қалған жағдай бар. Әрине тағы ойындардың көп енді. Барселона Брюгге, яғни Бельгияға барып Саталанда 3-3 есебімен тең түсіп ойнады. Барселонада мен түсінгенім қорғаныс өте төменгі деңгейде. Шындықты айту керек, Барселона жанкүйерлері ренжімесін, бірақ Барселона биылғы жылы өткен жылғы маусымға қарағанда қорғанысы әлсіз. Кунде де, Балде де, Кубарси, тағы да Гарсиясы бар, барлығы сәл ойында жылдамдығынан және де бір ойынға деген мотивация аз ба, түсінбедім. Офсайдный линияны ұстаймыз деп ойлайды, бірақ офсайдный линияны ұстай алмай жатыр. Қарсылас команданың шабуылшылары офсайдты бұзып жарып өтіп, гол салып кетіп жатқан, офсайдный линиясын бұзып жарып, Барселона гол салып кетті. Мысалға Брюгге енді жақсы футбол клуб, ортан гол, бірақ голды жақсы салды кеше. Голдарды енді Ямин Ямалдың ойынын атап өтсе болады. Ямин Ямал өте керемет ойнады. Ямин Ямал Олимпиакосқа қарсы ойнаған ойыннан қарағанда кешегі Брюггеге қарсы ойында өз-өзін ересектерше ұстап, профессионал маман, яғни жақсы ойын өрнегін көрсетті. Гол салды, екінші голды автогол салуына әсер етті дегендей өте керемет болды ойындар. Және де Манчестер Сити Дортмунд деген ойын бар. Енді Манчестер Сити баяғы өзінің прайм кезіне келе жатқан сияқты. Ол енді прайм ол 2023 жылы болды ғой Манчестер Ситиде. Манчестер Ситиде прайм кезінде тревел алған кезі өте керемет ойын болған. Ол кезде де керемет ойын ойнап маусымды жақсы аяқтаған еді. Сол ойынға жалпы жақындап қалыпты. Пеп Гвардиола команданы қайтадан сол кездегі деңгейге жеткізетіндей енді бір еңбегі бар, жасап жатыр. Холланд бір гол салды. Фил Фоден керемет дубль жасады. Және де 4-1 есебін тіркеп Дортмунд жеңіліске ұшырады, Манчестер Сити жеңді. Бенфика Байер, Бенфика өз алаңында Байерге жеңіліп қалды 0-1 есебімен. Бенфика биыл түсініксіз, 4 ойында 4 жеңіліс, қиын енді. Марсель Аталанта Европада енді жақсы ортанқол клуб, бірақ кеше Марсельге қарағанда, Марсельдің мен ойнаған кездегі ойын маған ұнамады. Аталантаның ойын жүйесін бұзып алған, кезінде Гасперинидің құрып кеткен жүйесі бұзылған сияқты. Марсельдің көп моменттері болды, бірақ Марсель футбол клубы Аталанта қақпасына гол сала алмады. Керісінше Аталанта гол салып кетті, бірақ Аталантада ойын жоқ. Аякс Галатасарай. Галатасарай жақсы келе жатыр. Түркиялық біздің қандастарымыз, жалпы түркі тілдес ел, сол елдің клубы Галатасарай чемпиондары Түркияның. Аякс, яғни Голландияға барып, Йохан Кройф атындағы стадионда 3 гол салды. Асимхен хет-трик жасап көзге түсті. Бірінші голды паспен соқты, қалған 2 голды пенальтиден гол соғып, хет-трик иесі атанды. Ньюкасл Атлетик Билбао. Ньюкасл енді ойын жүйесі бар екен. Кеше Атлетик Билбаоның 2 аяғын бір етке тықты, кәдімгідей 2-0 есебімен тырп еткізбей ойынды өз қолында ұстады. Бірінші нөмірін ойнады. Атлетик Билбао клубы биыл жақсы емес. Жақсы деңгейде емес. Деңгейі Европа лигасы екені көрініп тұр. Карабах Челси. Карабах біздің Әзербайжан елінің чемпионы, керемет осы маусымда чемпиондар лигасында жалпы кезеңде жақсы көзге түсіп жатыр. Енді Челсимен ойнады. Челси бірінші есепті ашып кеткенмен кейін камбек жасап 1-2 қылып тұрған кезінде, 2-1 қылып тұрған кезінде 2-2 есебін тіркеуге мәжбүр болды. Өйткені Гарначо деген аргентиналық ойыншы ойынды теңестіріп кетті. Сөйтіп Челси мен Карабах арасындағы ойын 2-2 есебімен аяқталды. Бірақ Карабах мінез бар, рух бар, сәттілік тілейміз. 24 команданың ішіне кіретін шығар осы 36 жалпы клубтың ішінде. 24 команданың қатарына кіріп жатса өте қуаныштымыз. 36 футбол клубтың ішінде 24 футбол клубына қатарына кіріп, ары қарай өтіп жатса өте қуанышты жағдай. Мен жеке басым қуанатын едім Карабахқа. Біріншіден мен өзім енді түркі тілдес еліміз, бәріміз Әзербайжан елінің чемпиондары. Сонау 1-16 кезеңде мысалға бір
Манчестер Ситимен ба болмаса бір грандпен ойнап жатса керемет қой. Осы сынды ойындар болды. Енді биыл қазір турнирлік кестеде 4-ші турдан кейін бірінші орында 14 гол салып 3 гол жіберген Бавария 12 ұпаймен бірінші орында тұр. Одан кейін екінші орында Арсенал тұр. Ол Арсенал 11 гол салып бірде бір гол жібермеген, 12 ұпайы бар. Одан кейін Қайраттың қарсыласы кеше Қайратты жеңген Интер футбол клубы жеңіске жетіп 12 ұпаймен 11 гол салып 1 гол жіберген, 1 голды Қайраттан жіберген, үшінші орында тұрған жайы бар. Яғни Бавария, Арсенал, Интер футбол клубтары осы 4 турдан кейін 4 жеңіске жеткен 3 клуб. Қалғандары бәрінде жеңіс болды, тең ойын болды. 4-ші орында Манчестер Сити 10 ұпаймен, ары қарай ПСЖ 5-те, 6-да Ньюкасл Юнайтед, 7-де Реал Мадрид, 8-де Ливерпуль сынды футбол клубтары. Жалпы осындай ойындар болды. Келесі турда айтпақшы, мен өзіме қызық болып тұрған ойын Бавария Арсенал, яғни Арсенал Бавария ойыны 26-сынан 27-сіне қараған түні қарашаның түнгі сағат 00:50-де осы ойынды тамашалауымыз керек деп ойлаймын. Өйткені жалпы кезеңдегі бірінші орынға талас ойын деп айтсақ болады. Мен өзім Арсеналға жанкүйер боламын ол ойында. Өйткені Арсенал енді жаныма жақын. Бірақ Баварияда ойын жақсы, неміс машинасы жақсы жүріп келеді. Дегенмен де Арсенал енді Микель Артетаның сонша жылдық еңбегі ақталу керек деп ойлаймын. Сондықтан да баршаңызға рахмет. Алдағы уақытта осындай кішігірім өз ойларымен бөлісіп тұрамын. Сәтін салып. Енді баршаңызға сәттілік, жақсы ойындарды бірге көріп тамашалай берейік.